қазақтың шертпелі ұлттық аспабы. Домбыра дегенде еске түсетін аңыздар өте көп. Соның бірі Қыз жібектің фильмін түсіру барысында орын алды. Сценарий бойынша Төлеген мен Жібектің некесі қиылған соң, махаббат нышаны ретінде айдында жүзіп жүрген аққуларды көрсетеді. Алайда ол кезде аққулар бірін-біріне жақындамайды. Су астындағы сүңгуір мамандар аққуларды қосуға тырысып бақса да, екеуі екі жаққа жүзіп кете береді. Осы кезде фильм режиссері Сұлтан Қожықов пен Нұрғиса Тілендиев ақылдасып, алдын ала таспаға жазылып алынған аққу күйін қосады. Күйді естіген бойда екі аққу бірін-біріне жақындап келіп, бастарын түйістіріп, ырғалып билей жөнеліпті. Осылайша түсірілім тәртібіне бағынғысы келмеген ерке құс күй құдіретіне елтіп таспада тамаша кадр туындапты. Фильмнің тұтас лейтмотивіне қызмет етіп қана қоймай, аққуларды билеткен Тілендиев туындысын құбылыс демей көріңізші енді. Сөз жоқ, Тілендиев талант, ал аққулар шедевр.